Бұқтырма өзені, тұрғысын өзендері, көптеген өзендері бізде жыл сайын түрлі мінез көрсетеді. Қалай ағатынан, қандай судың қалай көтерілетінін болжау өте қиын. Бірақ біз қазір цифровизация жасап жатырмыз. Қар жауды, Қатонда қанша қар жауды, басқа аудандарда қанша жаңбыр түсіп жатыр. Соған байланысты қай кезде көтеріледі, осының барлығын сол цифровизациямен алдын ала біліп отырмыз. Қосымша не жасадық? Мынандай су ағынын бұрып жіберетін 100 метрден екі жаңағы су бұрғыш жасап отырмыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Не себепті? Жақын күндері мына сең өтті. Сол сең уақытында күшпен келіп осы жерді ұрып жіберіп, әрдайым мына жақта су астында қалатын қауіп болатын тұғын. Енді мынау колесо отбойник дейді, сол сияқты енді водоотбойники. Солар келген жаңа сеңді түзу өтіп кетуіне жағдай жасайды. Зубовск ауылын қауіп қатерден алып қалатын осындай жағдайлар жасап жатырмыз.